Кредит кешірілсін. Министрліктер үйінің алдында түнеп жатқан маңғыстаулықтардың қатары тағы көбеймек. Маңғыстауда 189 адам алаяқтардың құрбаны болды. Алаяқтардың құрбаны болғанын айтқан Маңғыстау облысының бір топ тұрғыны елордада наразылық акциясын өткізіп жатыр. Олар 4 күн бойы министрліктер үйінің алдындағы көпірдің астында тұрып жатыр. Олардың айтуынша, алаяқтарға алданып, кредитке автокөлік алған. Алданғандардың дені әлеуметтік жағдайы төмен, жалақысы аз, немесе жұмыссыз азаматтар. Бізге 200 мың теңгеден ақша беріп, атымыздан 2 айға кредитке көлік ала тұруды, ай сайын ақшасын өздері төлеп тұратынын айтты. Ақтаудағы Ясира деген автосервиске барып, сол жерде кредит рәсімдеген адам болды. Біздің табысымызды есептеп, жұмыс орнынан анықтама сұрамастан әп-сәтте кредит рәсімдеді. Келіскен 200 мың теңгені қолымызға беріп, бастапқы 2 айда несиені төлеп тұрды, дейді Маңғыстау облысының тұрғыны Сәбит Шанбаев. Бұған қоса алаяқтар кредитке алынған көлікті автоорталық өзі сатып, қарызды жабады деп сендірген. Ақтау қаласында Ясира Моторс автосервисінде табысы аз азаматтарға қымбат көлікті несиеге рәсімдеп, кейін біреулерге сатып жіберген. Заңды некедегі азаматтарды азаматтық некеде деп көрсеткен. Кейбір азаматтар тіпті несие рәсімдеу кезінде қол қоймаған. Банктен шыққан соң автоцонға барып, нөмір алмағандар да бар. Кейбір көлікті 2 айдан соң басқа адамдарға сатып жіберген. Қазір кредит менің атымда, бірақ көлік жоқ деп ол да қосты. Сонымен бірге ол алданған азаматтар банкке ай сайын 336 мың теңгеден төлейтінін айтып отыр. Қазір арыз жазғандардың ішінде ең аз дегенде 336 мың теңге кредит төлеп отыр. Кейбіреулерінің ай сайынғы төлемі 700 мыңға дейін барады. Несие рәсімдегендердің ішінде айлығы 100 мыңға жетпейтіндер де бар. Соларға 2020 жылы шыққан Toyota Camry 70-тік рәсімдеп берген. 100 мыңға жетпейтін айлықпен ондай көлікті кредитке алу мүмкін бе? Бұл ұйымдасқан қылмыстық топ деп ойлаймын. Құзырлы органдарға шағымданбақ. Ешқандай нәтиже болмаған соң, Ақтаудан Астанаға келуге мәжбүр болған Шанбаев 4 маусым күні келдік. Содан бері осы министрліктер үйінің алдындағы көпірдің астында түнеп жатырмыз, дейді. Алданған азаматтардың бірі Нұрсұлу Қуатова. Ол Қазақстанға 4 жыл бұрын Түркменстаннан көшіп келген. Еден жуушы болып жұмыс істейтін әйелдің айлығы 60 мың теңге. Оның атына 20 миллион теңгенің көлігін рәсімдеген. Бір танысым 2 айға кредит рәсімдеп ақша табуға болады, деді. Бауыржан деген жігітпен таныстырды. Ол: апа, әрқайым бола бер. Біз ай сайын өзіміз төлеп тұрамыз. 2 ай атыңда тұрсын, сосын шығарамыз, деді. Айлығымды да есептеген жоқ, одобрение берді. Қандай көлік екенін де білмеймін, көрген емеспін. Менің шотыма бастапқы жарна ретінде 4,5 миллион теңгені өздері аударды. Ай сайын 341 мың теңгеден төлейтін етіп 5 жылға рәсімдеді. Сәуірге дейін төлеп тұрды, кейін жоғалып кетті. Қазір 800 мың теңге просрочкаға шықтым, дейді Нұрсұлу Қуатова. Атына Toyota Camry келу көлігін рәсімдеген Ақылбек Қонақберген бүгінде айлығын ала алмай жүргенін айтты. Бұл банктің өзі істеп жатқаны. Қазір арзанға алып, ертең доллар көтерілгенде қымбатқа сатады. Тек атына қойып берсең болды, 2 айда жауып тастаймыз, сенің несие тарихың жөнделеді, деді. Қалай алданғанымды да білмей қалдым. Атыма Toyota Camry 50-тікті рәсімдеді. Осы жағдайдан соң отбасымызда жанжал болып жатыр. Айлығымызды ала алмай отырмыз. Қаншама адам жұмыстан шығып кетті. Наразы топ Ақтауда әкімдіктің алдында жатыр. 5-6 адам жиналып, әділдік сұрап Астанаға келдік, дейді Ақылбек. Наразы топ алған кредитті кешірілсін деген талап қойып отыр. Біздің талабымыз осы істі бақылауға алынсын дейміз. Алаяқтар жазалануы керек. Сондай-ақ атымыздағы кредит кешірілсін. Кешіре алмайды екен, ол көліктерді тауып берсін. Бізге машина керек жоқ. Басымызға бұғау болған кредит жабылса екен. Бір отбасының мүшелеріне 5 көлікке дейін рәсімдеген. Барлығы ақшаға мұқтаж, жұмыссыз, асыраушысы жоқтар бар. Просрочкаға шықтық. Бір тиын да төлемейміз, өйткені төлейтін ақшамыз да жоқ. Жақын күндері Маңғыстаудан тағы 10 шақты адам келейін деп жатыр. Аштық жариялап, көшеге шығу қалды, дейді маңғыстаулық Бақтыгүл Қалиева. Бір топ алаяқ өңір тұрғындарының сеніміне кіріп, автокөліктерді Ақтау қаласында орналасқан 2-ші деңгейдегі
Банктердің филиалдары Каспий банк, Сбербанк, Еуразиялық банк, банк Центркредит арқылы орта есеппен 200-ден 500 мың теңгеге аралығында ақшалай сыйақы ұсына отырып, олардың атына автокредит рәсімдеп, оны қысқа мерзімде өтеуге уәде берген. Бұл ретте алаяқтардың құрбаны автокөлікті алаяққа өз еркімен тапсырады, ал ол бастапқы жарнаны және кредит бойынша ай сайынғы төлемдерді төлеп, одан әрі заңсыз жолмен иемдеген көліктерді үшінші тұлғаларға төмен бағамен сатып отырған дейді департаменттегілер. Сондай-ақ ведомство полицияға 189 жәбірленуші шағымданғанын мәлімдеді. Қазіргі уақытта 3 күдікті қамауға алынды, тағы бір күдіктіні іздеуге жарияланды.